Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді болып шығатын молочный горячий шоколадный пирогтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Пирогымыз үшін алдымен 4 жұмыртқаға 200 грамм қантымызды салып, миксердің көмегімен аппақ масса болғанға дейін жақсылап араластыратын боламыз. Біздің массамыз 2 есе үлкею керек. Массамыз осындай үлкен аппақ масса болған кезде бөлек алып қоя тұрамыз. Бөлек ыдыста 240 грамм сүтімізге бөлме температурасында тұрған 70 грамм сары майымызды саламыз және де 2 шай қасық ванильный қантымызды салып жақсылап араластырамыз да май толық ерігенге дейін сүтімізді отқа қойып қыздыратын боламыз. Сүтіміз ысығанға дейін бөлек ыдыста 300 грамм ұнға 40 грамм какаоны және де 2 шай қасық қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз және алдын ала бұларды електен өткізіп аламыз. Яғни барлығы еленген болуы қажет. Басында дайындап қойған жұмыртқалы қантты массамыздың үстіне 2 кезекпен сала отырып, осы құрғақ массамызды миксерсіз осындай қалақшаның көмегімен араластыратын боламыз, немесе қасықпен. Жоғарғы пышностьті басып алмай, осылай ақырындап бір бағытта араластыратын боламыз. Біздің сүтіміз де дайын болды. Осы кезекте ыстық сүтімізді бір приемда, яғни бір рет осылай құятын боламыз және тағы да қалақшаның көмегімен араластыратын боламыз. Келесі кезекте қалған екінші құрғақ массамызды саламыз, яғни какао ұн қопсытқышты. Жақсылап толық бір қалыпты масса болғанға дейін араластырамыз. Біздің массамыз осындай болуы қажет және де формамызға құятын боламыз. Қалауыңыз бойынша дөңгелек формаға немесе осындай квадрат формаға құйсаңыз болады. Менде форманың өлшемі 25-30 см. Пирогтың піскендігін ағаш шпажканың көмегімен тексеріп көреміз және әдемілік үшін бетіне қант ұнтағын септім. Біздің пирогымыз өте әдемі болып шықты. Ортасы толығымен піскен және де биік болып көтеріледі. Жасап көріңіздер. Балапандарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналымнан видеоларды жоғалтып алмас үшін жазылып қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де алдағы уақыттарда көптеген рецепті көретін боласыздар. Сіздермен болған Гүлназ ас болсын.